Қыздарым лабубу деген ойыншық әкеп бер деп жүргеніне 3 күн болды. Бүгін жұмыстан шыға салып осы бізде ойыншық сататын магазинге келдім. Ар іздедім, бер іздедім. Лабубу деген түрін балдарым интернеттен көрсеткен ғой. Ойыншықтардың арасын қарап іздеймін, жоқ. Сатушыдан сұрайын десем, оның сол жерде именно лабубу деген атын ұмытып қалам ғой. Не деп сұрасам болады? Бір аюға ұқсайтын ойыншық деп іздеп жүрмін ғой. Жоқ қой, таппаймын. Мен оданша сумка ала салайын ба? Короми деген хит еді ғой. Қазір коромиді бірақ қарамайды да, осындай сумочка керек деп жүреді, алайын ба деп әбір жіп күн ыстық терлеп кеткенмін ғой. Сөйтсем бір қыздар лабубу деп жатыр, өлә деп жүгіріп барып қарап қалсам, осындай бір түрі бар екен, өлә ужас қой мынау дедім, алуға қорқып кеттім. Сөйтсем мынандай бір түрі де бар дейді. Бұл не деймін ғой, не ит емес, не аю емес. Бұл 2000 теңге тұрады деді. Осы құйрығыма қимылдайды екен. Сонымен осындай коробкаде түрлері бар екен. 2700-ден 2100 және 2000-нан. Біреуінің басы айналады, біреуінің басы айналмайды деді. Ашып көруге болмайды. Асаңыз осылай аңыз дегеннен кейін жарайды деп екеуін ала салдым. Мен үйге апарып көріп, ертең распаковка жасаймын, күтіңіздер.